ертеде кең байтақ далада бір халық өмір сүріпті. Олар еңбекқор, мейірімді және еркіндікті бәрінен жоғары қоятын еді. Бірақ жылдар өте бұл халық өз еркіндігінен айырылып, басқа елдің билігіне бағынуға мәжбүр болды. Алайда халықтың жүрегінде тәуелсіздікке деген арман ешқашан өшпеді. Бір күні Айсұлтан есімді жас жігіт ауыл ақсақалынан ежелгі аңыз туралы естіді. Бұл аңыз бойынша елдің тәуелсіздігін қайта оралтатын үш қасиетті нышан ту, елтаңба және әнұран бар екен. Осы нышандарды тауып, оларға жан бітірсе, ел азаттыққа қол жеткізеді. Айсұлтан елін азат етуге бел байлап қасиетті нышандарды іздеуге аттанды. Ұзақ жол жүріп Айсұлтан биік тауға жетті. Тау басындағы үңгірде алтын түстес көк ту жасырылыпты. Бұл ту елдің бостандығы мен бірлігінің белгісі. Айсұлтан туды қолына алған сәтте жел соғып, көк аспан ашыла түсті. Келесі нышан елтаңба көне қамалдың түбінде жасырылған екен. Елтаңбаның бетінде қанатты тұлпарлар мен шаңырақ бейнеленген. Айсұлтан оны тапқанда тұлпардың қанаттары жарқырап, елдің рухы оянғандай болды. Соңғы нышан әнұран ауылына жақын көгілдір көлдің жағасында сақталыпты. Көлдің үстінде күміс қоңырау тәрізді дауыс естіліп, халықтың еркіндікке деген ұмтылысын білдіретін әсем ән естілді. Үш нышанды тапқан соң, Айсұлтан оларды халықтың алдына алып келді. Аспан шайдай ашылып, ту биікке көтерілді, елтаңба жарқырап, елдің бірлігін нығайтты, ал әнұран шырқалғанда бүкіл далаға еркіндік үні тарады. Осылайша Айсұлтанның батылдығы мен халықтың бірлігі арқасында ел тәуелсіздігін қайтарып алды. Сол күннен бастап бұл нышандар әрдайым елдің азаттығы мен еркіндігінің белгісі болып қалды. Осылай ел тәуелсіздігін тойлап болашаққа нық қадам басты.